Меркі ауданында халық игілігіне бағытталған бірқатар ірі жобалар жүзеге асырылып жатыр. Солардың бірі құны 14,8 миллиард теңгені құрайтын су электр станциясы. Ауқымды инвестициялық жоба 2027 жылы іске қосылып, аудан тұрғындарын энергиямен қамтамасыз етпек. Сонымен қатар өңірде әлеуметтік салада серпін алуда. Аудандар арасында алғашқылардың бірі болып ашылған белсенді даму орталығы осының айғағы. Баспасөз туры Меркі ауданындағы белсенді ұзақ өмір сүру орталығынан бастау алды. Үйде жастағы азаматтардың өмір сапасын арттыруға көздеген бұл мекеме республика бойынша үлгі барлық жоба. Мұнда зейнеткерлерге арналған дене жаттығулары, қолөнер мен шығармашылық үйірмелер, сондай-ақ психологиялық және әлеуметтік қолдау қызметтері бар. Қызығы сол, зейнет жасындағы жандар компьютерлік сауаттылықты да меңгеруде. Бұл мекеменің мақсаты егде жастағы қарттарымызға жан-жақты қолдау көрсету, зейнет жасындағы ардагерлерімізге қолдау көрсету, жеті түрлі әлеуметтік қызметтерін көрсетеміз. Оның ішінде медициналық, педагогикалық, әлеуметтік, психологиялық, әлеуметтік қызмет, демалыс қызмет түрлері, жеті түрінен көрсетеміз қызмет. Аудан жастары да назардан тыс қалмаған. Ұшқын жастар денсаулық орталығы жас буынға кешенді қызмет етуде. Медициналық кеңес, психологиялық қолдау, салауатты өмір салтын насихаттау орталық жұмысының негізгі бағыттары. Мұндағы мамандар жас күйзеліске бой алдырмау, дұрыс шешімді қабылдау алуына көмек көрсетіп жүр. Бізде жастар орталығы ұшқын. Бізге именно көмек жастарға болып отыр ғой. Именно выявление, былай қарасақ, денсаулыққа береміз, именно берген кезде именно психологическая, во-первых, помощь именно болып отырған кезде выявление рисков, попыток рисков, депрессия, сондайларды анықтап, именно арғарай бұларды о жерде депрессиядан шығару. Аудандағы өндіріс тұрақты қарқынмен дамып келеді. Мысалы, ірімшік өндіретін ірі кәсіпорындардың бірі бүгінде 92 адамды тұрақты жұмыспен қамтып отыр. Зауыт 30-дан астам ірімшік түрін өндіріп, өнімдерін Алматы, Шымкент, Қарағанды қалаларына жөнелтуде. Бізде енді технология, бұрынғы технологияларды сақтап, Меркес ірімшік заводында Костромской, голландский, полутвердый сырларды шығарып келе жатырмыз қазір. Біздің полутвердый сырларымыз сұранымда. Біз сырларымызды Астана, Алматы, Қарағандыға жіберіп отырамыз. Жалпы Меркіде жүзеге асырып жатқан әр жоба ел игілігіне бағытталған. Оның ішінде су электростанциясы да бар. Ауқымды құрылыс аяқталғанда кәсіпорын жылына 84 мегабайт сағат энергия өндірмек. Сонымен қатар 58 саны жұмыс орны ашылады деп жоспарланған. Игі мол бастамалар ел ертеңінің кепілі. Меркіде қолға алынған әрбір жоба тек бүгіннің ғана емес, болашақтың да қамы дейді жауаптылар.